эле мереке жалгасууда. Ушулай Димастарда Кумастара көрсүгө чыгып бара жатырмыз. Ақтаудан шықтық, қазір мен сіздерге Ақтаудың жанындағы ауылдарды көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар, каналға міндетті түрде ұмытпаңыздар. Видеоның соңына қараңыздар. Күйеу балам бар, жиен бар, сестренка, балам Айсекон, Айсан, ақтасың балам? Бәріміз осылай төркінге шықтық көрсуге. Привет! Біз Шетпеге бара жатырмыз. Шетпе арқылы, яғни Жетвай арқылы, болмаса Таушық арқылы баруға болады. Біз қазір Таушық Жыңғылды Шетпеге баратын боламыз. Осы трасса бар, екі қатармен жүретін. Біздің Маңғыстаудың табиғаты, жеріміз әлі шөп шағылған жоқ. Менің балам көрінді видеоға. Жолдарымыз енді нашарлау, секіріп бара жатырмыз. Жол. Жылқылар жайылып жатыр. Қырғыш деген жер. Осы жерден біз тіке кетсек, фортқа кетеміз. Мына оң жақ қарай бұрылсақ, жаңағы Таушық Жыңғылда Шетпеге баратын жол. Артқа қарай кетсек теңізге шығасың. Жаңбыр болған түнде, жаңбырдың осы жерде де скважин бар да? Скважин бар. Осы жерде мұнай шығаратын кезде скважиндар бар, алдымызда көріну керек. Осылай төркінге арасында мерекелерде барып тұрамыз демалыстарымызда. Чилер жайылып жатыр екен. Біз міне Таушық дейтін ауылға келдік. Қазір біз оңға қарай бұрыламыз. Тіке кетсек бізде Қаржанбас, Қаламбас, Ақшымырау, Шебір деген ауылдар қарай бара аламыз. Міне осы жерде кездесу дейтін жаңағы кафе бар. Жалпы осы жерге мәшіндер келіп аялдама жасайды. Заправка бар жанда.
Оң қарай бұрылдық. Енді қазір келесі аялдамамыз бізде Жыңғылды деген ауылға баратын боламыз. Жолда осындай гайд тоқтатты бізді. Жақындап қалдық жалпы Жыңғылды деген ауылға. Сыймай жатыр ма екі бала дейді машинаға. Мен балам отыр енді, ақылды болып. Ар жақта красавица, қаншайым. Сыймай жатыр машинасына. Қойлар жайылып жатыр жолдың бойында. Жыңғылды деген ауылға кіріп келе жатырмыз. Жыңғыл деген ауыл. Убеғысыға түсіруге жол дейтін секіртіп. Ауылға кетір, анаңғар мақтарға барамыз кәйек. Бұл енді шағын ауыл, кішкентай, көріп тұрғандай. Бұл жерде неше жылдық мектеп бар? Интернет бар да? Кішкентай ал шашың епес туып тұр аяқ үш. Ей, лайым кел. Қазір осы жерде үйге соғып кетеміз. Ары қарай сосын шетке қарай татамыз. Отыртамыз. Туды айтып тұр Қазақстан. Иә. Туымыз сөйтіп биікте тұрады желбіріп, көк туымыз. Чемпион болың бә? Біздің Қазақстанның атын танымал болың, я? Олимпиада чемпионы Оразбай Аяла Ермұрат қызы деп. Фамилияң кім еді? Қоштазар Айсан, Олимпиада чемпионы. Аманда сусын көресің. Төртке шағымыз басты. Так, мына ауылдың ішіне қарай кіріп келе жатырмыз. Күшті блок болады сияқты. Бәрі монтаждағанда көреміз қандай блок шығатынын. Ауыл, нағыз Алматының ғой, нағыз ауылдары. Ана Прада тұр, Прада типін көп. Қандай еді, ана бізден өтті. Гранта, міне келдік. Осы үйге бе? Прада деген мәшін бар менде. Бұл жаңағы күйеу баламның кімнің үйі дедіңіз? Айтыңызшы. Кімнің үйіне келіп жатырық? Өзім ағаларым үйіне. Ағасы үйіне келіп жатырық. Жол бойы соғып кетейін деп. Шынымен далада қалпақ жалда отырған крановщик болса 700 мың айлық беріп. Тұрғанда 5 күн керек. Қандай жақсы саған? Біз міне Жыңғылды ауылынан шығып, Тұшбек деген ауылға бара жатырмыз. Ара қашықтығы бір 1 сағат та 40 минуттай. Осы керемет. 20-30 минут екен. Осындай керемет таулар бар, сұр түсті. Қазір жанына өтеміз.
Жер өте көп жайылымда осындай жолдың бойында. Қазақстанның басқа аймақтарына барсаңдар, жолдың бойында жылқылар көп қой, бізде түйе көп. Так, бізде Отпан тауы бар, осы Жыңғылды мен Тұщыбектің арасында, енді қазір көрінбей тұр да. Осы жерде 14 наурызда бізде амал мерекесі тойланады. Яғни біздің Маңғыстаудағы ең биік нүкте болып саналады, биік тау болып та. Адай ата міне алдымызда екен ғой. Адай ата деп не жазып тұр. Қазір сіздерге барынша көрсетейін. Камерадан көрсете алсам. Не Адай ата деген жазып тұр. Ай, сұраңызшы баланың. Жылда осы жерде келіп, мына амал мерекесі тойланады. Жол енді нашарлап тұр, міне көріп тұрсаңыз, міне осы жерден бұрылып барады ары қарай. Алдымызда Тұщыбек дейтін ауылға келе жатырмыз. Так, Аманбұлақ дейтін жерге келіп жатырмыз. Бұл жерден таудан жарып жағы су ағып тұр. Бұл су өте тұщы, күнделікті ішуге болады. Мына жерде енді қонақ үй бар, кафе бар. Сіздерге жанынан барып көрсетейік. Аманбұлақ дейтін бұлақтың басына келдік. Бұл Аманбұлақтың тарихын айтатын болсам, жалпы Аман Рахметұлы бұл Алшын атақты ер төлеп батырының шөбересі екен. Тұщыбек жеріне қоныстанып, диқаншылықпен және аңшылықпен айналысқан. Жоқшылық соғыс кездерінде бұл ауылдың аймақтар күнкөріс айрығын еңбекқор бағыма болған екен. Яғни айтқаны айнымай келетін, көріпкер, адалдықты қастерлейді. Тұщыбек деген ауыл кіріп жатырық міне. Бұл жерде де халық саны аз. 4 жылдық мектеп бар, балабақшасы бар, акимат бар бұл жерде. Мен осы жерде алғашқы еңбек жолымды бастадым десем болады. 2 жылдай осы жерде жұмыс жасадым. Осы мектепте шетпеден қатынап, арасы бір жарты сағаттық жер. Осы Тұщыбектің мына балабақшасы. Балабақшасы, ал мынау мектебі осы жақында. Шетпеге қарай кіріп келе жатырмыз. Мына жерде бізде Каспий цемент бар. Каспий цемент өндіреді. Сол өндірген цементтерді экспорттаймыз. Бұны бізде Қытайлар жасап отыр да? Қытайлар ма? Қытайлар сияқты бұл жерді тауды жарып, ана содан цемент өндіріп отыр. Шетпеге қарай кірдік. Туып өскен жеріміз осы жерде. Ауа райы керемет болып тұр. Күн түсіп төбеден. Жалпы Ақтау мен Шетпенің арасы 200 километр да, 2 сағатта келуге болады. 150 километр дейді. Енді жолдың сапасы төмендігіне байланысты 2 сағатта келуге болады, жалпы негізі 1,5 сағат арасы. Шетпенің ішіне қарай кіріп келе жатырмыз.
шетпенің ішіне кірдік міне. Енді шеткі жағы, бұны халқы шетпе деп аталады. Алдымызда спорт зал, да? Спорт зал бар. Мына оң жақ бетте, сол жақ бетте бізде балабақша бар. Бірінші шетпе құрылған кезде осы ауыл тұрғызған ғой, бірінші болып. Қателеспесем. Жиендегі соғып кетеміз. Иә, бірді соғып бара қойшы, жүреміз ба? Ну, енді іші, сол ауылдың іші. Халқы шетпеден біз ашылақ қыватырмыз, яғни 4 күнге арай апаратын жол деймін ба? Иә, біз уже орталыққа келдік. Мұны біз 3-ші мектеп. Мұна сол оң жақ беттегі. Сол жақ бет сатасыра бердім ғой. Осы керемет сүрленген едас қойыпты. Жеңешеміз. Тасарқан басында жиналып. Мама бар. Біздің балдары осы. Аш болсын, нағыз отсығыш. Ағамның шаңырағы, яғни бізде 6 қыз бір ұлмыз. Үйге қоныс той болған кезде осындай жеті аттан әкелген болатынбыз. Яғни руымыз бізде Жемейден бізде Нұрасыл, Меншәрі, Өнербай, Демейген, Жүзбай, Түйбай, Таңат күні балдары. Үлкені Айбек, Ақылбек, Мержан, Бағлан, Бейбарыс. Нағашына онына келіп. Ол да болады. Бұл біздің үйдің етегіндегі тау. Бұл жерде мен балық шағым өтті. Осы жерлерге біз кішкентай кезімізде қой бағып, қозы бағатынбыз. Қазір мен сіздерге соны дөңгелек тастар бар, сол жерлердің барлығын көрсететін боламын. Осы жерде ойнадық ауыл балдарымен. Көршілеріміз жаңада үйлер тұрғызылып салды. Қазір таңда үйлер өте көп. Жақтан жаңа үйлер тұрғызтаған, таудың етегіне дейін үйлер салып тастаған ғой, қарап отырсаңыздар. Дала дейтін жел, қатты жел соғып тұр. Бірақ бұл жер бізге ыстық, қанша дегенмен балалық шағымыз өткеннен кейін бұл жерге келіп кетпеске болмайды. Жаңа айтқан дөңгелек тастардың жанына келдік. Бұл тастар дейтін жанынан қарасаңыздар өте түрлі түстерге боялған. Кел, жақында келіп көрсетті ғой. Жақында келіп көрсетті ғой. Бұлындай дөңгелек тастар біздің жалпы Маңғыстау жерінде көптеп кездеседі. Кел, жақыннан кетші. Жақыннан көрсет. Қарап отырсаңыздар, бір құпияға толы да, тарихқа толы деп айтуға болады. Кел, бері қарай жүр. Мына жақтарға қарай барайық. Мына жақтарды түсіріп отыр. Бұндай табиғат біздің Маңғыстауда ғана бар деп ойлаймын, басқа жерде де жоқ сияқты бұндай табиғат. Қара. Дөңгелек неше түрлі формада тастар бар мына жерде. Қара. Мына екі орталарды кел аға, еркеназ. Қарап отырсаңыздар, мына жерде тастың ортасын жарып, осындай шөптергенен шығып тұр ғой. Жүр. Жалпы бұл дөңгелек тастардың тарихы, бұл табиғи апаттардан пайда болған, яғни ешқандай адам келіп жасап кеткен ештеңесі жоқ. Бұл осындай
табиғаттың неше түрлі ауа райының салдарынан қалыптасты. Бұндай дөңгелек тастар біздің Маңғыстауда ғана бар. Басқа қай аймақтарда, болмаса қандай мемлекеттерде бар екенін білсеңіздер, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Жерде ондай қатты шөп ештеңе жоқ, енді шығып келеді. Осындай. Қазір мен сіздерге жоғарғы бөлігіне барамыз. Мына ауылды үстіңгі жақтан көрсететін боламын. Осындай биік тастардың қасына келіп, жаздың күні, болмаса желді күндер келіп, ықтап отыруға болады осылай. Осы отыруға болады ықтап. Жаздың күні бұл жер көлеңке болып тұрады. Мынау жерге қалады. Таудың жоғарғысына шықтық. Мына ауылдың жоғарыдан қарағандағы көрінісі. Қандай керемет. Қатты жел соғып тұр. Таудың үстінде. Артқы көрініс бұл біздің ауыл. Бұл ауыл бізде Ащыбұлақ деп аталады. Ащыбұлақ деп аталудан себебі жер астынан Ащыбұлақ шыққан. Сондықтан да бұны Ащыбұлақ деп атаған. Өзінің негізінде құдықтары бар. Осы орталық жақта қарай. Сол құдықтың ішіне ащы су шығады. Сондықтан да бұл ауылдың аты Ащыбұлақ деп атаған. Жоғарыдан қарағандағы көрінісі осы. Бұрындары ауыл дейтін өте аз болған, қазір таңда бұл жерге қоныстанушылар көбейіп, үйлерді көбейді. Таудың етегіне дейін, таудың үстіне дейін шығып кеткен үйлер. Жоғарыдан төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Биік. Осы жерде кішкентай кезімізде талай мал бағып, осы жерде малды үйге қарай айдағанбыз. Керемет. Таза ауа, тыныштық, нағыз демалатын орын. Жаңа айтқандай, ауылдың аты Ащыбұлақ деп аталу себебі біз осы жерлерден Ащыбұлақ шыққан екен жердің астынан. Қазіргі таңда бұл жердің барлығына құдық салып тастаған, мал суарады, көріп тұрсаңыздар, міне астаулары бар. Әрбір құдықтың көптеген құдықтарға дейтін құлып салып тапты. Кейбір құдықтардан құлып жоқ екен. Қазір сіздерге мен мына құдықтың ішінен су алып көрсететін боламын. Құдықтың басына келдік. Осы құдықтың басында түйелерін суарады, қорап тұр. Құдықтар негізі ашық тұрады еді. Қазіргі таңда бір жағында ғой. Іштеріне жаңағы үйлеріне тартып алған ба, мынандай шлангілер қойып тастаған екен. Бұрын шелегі тұрады еді. Оқырмандарым, бүгінгі менің ауылымның тарихы сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Бүгінгі видеомды осымен аяқтаймын. Егер де сіздерге пайдалы, қызықты болса, каналға міндетті тіркеліңіздер. Өзіңіздің ауылдастарыңызға жіберіңіздер.